Сәлем достар, қазақ контентінің дамуына үлесіңізді қосқыңыз келе ме? Ендеше арнаға тіркеліп қойыңыздар. Қазақ және Украина арасындағы достықты өздеріңіз білесіздер. Соның ішінде Жамбыл Жабаев атамызбенен Тарас Шевченко арасындағы достық, мұңы бір, зары бір, халықтың қайғы мұңын жырлаған. Бүгінде Украина елінде Киевтің қақ ортасында Жамбыл атамызға арнап Қазақстан еліне деген достық үшін осындай тамаша мүсін қойылған. Жамбыл Жабаев атамыз қазақтың қара домбырасыменен ұрпақтарына тілекші болып Киевтің төрінде орналасқан осындай тамаша мүсін Жамбыл Жабаев атамызға бұйырыпты. Және де бұл мүсін әдемі саябақта орналасқан. Дәл жанында қарама-қарсы Америка елінің посольствосы бар. Бүгінде Жамбыл атамыз Алматы облысында өзінің саябағында жерленген деген деректер бар. Өзінің өлер шағында Киев елінен бір уыс топырақты әкеліп қойыңдар деген бір өзінің өсиетін қалдырған екен. Енді бұл рас па, шын ба білмеймін. Осындай тарихи мәлімет бар. Негізін Жамбыл атамыз Украина елін, оның ішінде Киев қаласын ерекше жақсы көрген. Ол туралы Тарас атамызға арналған көптеген шығармаларда кездестіруге болады. Құрметтеген, екі халықтың арасындағы достықты құрметтеген Тарас Шевченко болса, кезінде айдауға келіп, Ақтау қаласында қазақтың хал жағдайын көріп, көптеген шығармалар жазған, қазақ туралы, мәдениеті, салт дәстүрі туралы. Сондықтан да қазақ елінде де осы Тарас атамызды ерекше сыйлайды, құрметтейді. Оған және де тамаша осындай мүсіндер, памятниктер қойған. Украинаға келгесін, Киевке келгесін қазақ атамызды көріп кетейік деп арнайылап келдік. Жатқан жерің жайлы, топырағың торқа болсын. Жамбыл атам. Ал мынау Американың посольствосы. Достар, міне Америка құрама штаттарының посольствосының қасында біздің Жамбыл атамызға арнайы берілген көше бар. Міне осы көше Жамбыл Жабаев атамыздың атына арналған көше. Арнайы келе жатырмын сіздерге көрсету үшін. Міне Жамбыл Жабаев деп тұр. Жамбила Жабаева деп қойыпты. Мына жерде атамызға арналған әдемі ілініп тұр екен. Жамбыл Жабаев дейді. Қазақтың ұлы ақыны Жамбыл Жабаев атындағы көше дейді. Осындай шетелде атамызға арналған тамаша көше болуы ол біз үшін қуаныш әрине. Мен ойлаймын өзім, осы жерде тұратын адамдар, үйлерде тұратын Жамбыл Жабаев деген кім деп интернеттен қарап, оның Тарас Шевченкомен қатысы бар екенін біліп, танып біліп жатады ғой деп, қазақтың мәдениетін танып, қазақта да осындай ұлы тұлғалар бар екен ғой дейтіндей. Мына жақта Американың посольствосы. Біз Жамбыл атамыздың көшесінде келе жатырмыз. Украин елінің, Украин ұлының, мен естім жырлаған Тарас дайын болын. Днепрдің суындай, айдың көлдің қуындай жеткен менің жеріме, естіледі еліме Тарас салған бұл үн. Деп Жамбыл атамыз жырлағандай, влогымызда сонымен қатар Украин халқының ұлы перзенті Тарас Шевченко туралы да айта кетуді жөн көрдім. Әлемде талантты адамдар көп, бірақ бір адамға бірнеше қабілетті біріктіру өте сирек кездеседі.
Тарас Шевченко ұлы ақын, сонымен қатар суретші ретінде белгілі. Қазақтың мәдениеті мен әдебиетіне, қылқалам өнеріне өшпес із қалдырған Тарас Шевченко небәрі 47 жыл ғұмырының 28 жылын азапта айдауда, қамауда, патша полициясының қатал бақылауында өткізсе, соның 7 жылын ол қазақ даласында, Маңғыстау топырағында өткізген. Патша үкіметінің озбырлығына қарсы болып, еркіндікті аңсаған жырлар үшін жер ауып, Маңғыстау түбегіне келгенде, жергілікті қазақтар да Украин ұлын өзектен теппей, кең пейілділікпен дәм тұзын бөлісіп, жанына жақын тартады. Новопетровскіде Тарас Шевченко жергілікті қазақ кедейлерінің азапты өмірін, ауыр тұрмысын көріп, келешегіне тілеулес, қайғысына ортақ, мұңдас болады. Қазақ елін туған халқындай сүйеді. Өз халқына тілеген бақытты өмірді қазақ халқына да тілейді. Мұны Шевченконың қазақ халқының тұрмыс жағдайы мен көрген азабына арнап жазған шығармалары мен салған суретінен аңғаруға болады. Оның өткір тілінен, қасиетті қылқаламынан 108 өлең, 20 поэма, повесть, 442 сурет туған екен. Украин перзентінің 250-ден астам шығармасы қазақ жерінің, қазақ елінің тұрмысына арналған. Маңғыстау жерінің өзінен көлемді 9 повесть жазды және салған суреттері өз алдына. Оның қазақ елінің өмір тұрмысына арналған 2 томдық еңбегі бүгінде әлемге әйгілі. Суретші Форт Шевченко қаласының сол кездегі ескі көрінісінен 25 полотно салып және шаһардың картасын сызып қалдырған. Қазірде сол құнды жәдігерлер Форт Шевченко қаласында ақынның есімін иеленген музейде сақтаулы. Тарас Шевченко аты берілген музей әлемдегі ең ірі мұражай болып саналады. Музейге бас сұққан туристер қазақтың Украин ұлына деген құрметіне таңғалып, неге Тарас Шевченконы қазақ халқы жоғары бағалап, төрінен музей ашып, бірнеше қаланың, кенттің атын берді деп сұрақ қояды екен. Оған жауап ретінде Мұхтар Әуезовтің Тарас Шевченко ең бірінші суретші реалист. Реалистік тұрғыда қазақ халқын, қазақ даласын, қазақ қырын бірінші болып Еуропаға танытқан деген бір сөзі де жетерлік. Мұражай ауласында оның еккен ағаштары әлі күнге дейін жайқалып тұрса, ақынның өз қолымен қазған құдығы да сақтаулы екен. Құрғақшылық кезінде ол жергілікті тұрғындармен бірге 7 метр тереңдіктен су шығарып, бүтін бір ауылды шөлден аман алып қалған. Ақын қазақтармен етене жақын араласып, тіпті олармен қазақша тілдескен деседі. Екі елдің мұңдастығын қазақ поэзиясының алыбы Жамбыл Жабаев та өлеңіне өзек еткен. Жамбыл Жабаев Тарас Шевченкоға арнап Тарас атты өлеңін жазып қалдырған. Жабаев өзін және Шевченконы шындықты жырлайтын бауырлар деп атаған екен. Екі халықтың арасындағы достық қазығын қаққан күрескер ақынды қазақ ешқашан ұмытпайды. Тарас Шевченконың еліміздегі еңселі ескерткіштері Украин ұлының елеулі еңбегін үнемі есімізге салып тұрады. Маңғыстаудан қос бірдей ескерткіш орнатылған. Бірі Форт Шевченко қаласындағы музей ауласында, ал екіншісі Ақтаудың орталығында. Үшіншісі Елорда төрінде бой көтерген. Тағдыры бір, мұңдас, арман мақсаттары ұқсас, тілек ниеттері ортақ Украин елі мен қазақ халқының достығының түп тамыры осылайша ертеде басталған. Украин ақынының еңселі монументі, Киевтегі Жамбыл атамыздың ескерткіші, қазақ-Украин достығының өміршеңдігін көрсететін ескерткіштер болмақ. Қазіргі кезде Украинада болып жатырған жағдай баршамызға мәлім. Зар жылаған халық, қаншама жазықсыз жандардың қаза тапқаны жүрекке ауыр тиеді. Амал қанша. Біздің тілегіміз бұл шиеленістің соңғы шоғы сөніп, әлемде бейбітшілік оты лауласын дейміз. Елдегі бейбітшіліктің қадірін жоғары бағалайық. Ел тыныштығынан асқан байлық та, құнды дүниеде жоқ.